Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастаймыз. Алдымен каналыма тіркеліп, сабақ ұнаса лайк басамыз. Бүгінгі сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ қазақ тілі 4-ші сынып, 11-ші сабақ табиғат ғажайыптары дыбыс үндестігі сабақта сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыруды, сөздердің қатесін түзеп жазуды үйренеміз. Монолог құрай аламыз. Алдымен бүгінгі сабақты дыбыс үндестігі дегеніміз не дегенді есімізге түсірейік. Дыбыс үндестігі дегеніміз дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, өзара сәйкестеніп айтылуын дыбыс үндестігі деп атайды. Мысалы, қаздар, тастан, қабы. 46-шы жаттығу сөз тіркестерін көшіріп жаз. Олар ақ жаулық, ай қабақ, дөңгелек үстел, көк аспан. Айтылуда сөздердің аралығындағы көршілес дыбыстардың қалай өзгергенін анықта. Олардың айтылуы мен жазылуын салыстырып өзің қорытынды жаса. Олай болса, ақ-лақ жазылуы, айтылуы ақ-лақ. Бұнда қ дыбысы ғ дыбысына айналып тұр. Ай қабақ жазылуы, айтылуы ай қабақ. Бұнда да соңғы қ дыбысы ғ дыбысына айналып тұр. Дөңгелек үстел жазылуы, айтылуы дөңгелек үстел. Бұнда к дыбысы г дыбысына айналып тұр. Көк аспан, айтылуы көк аспан. Бұнда да к дыбысы г дыбысына айналып тұр. 47-ші жаттығу оқы. Сөздердің аралығындағы көршілес дыбыстардың айтылуы мен кезінде өзгеру себебін түсіндір. Ақ-лақ. Бұл жазылуы, айтылуы ақ-лақ. Бұнда қ дыбысы ғ дыбысына айналып тұр. Ала кел жазылуы, айтылуы ала кел. К дыбысы г дыбысына айналып тұр. Жазылуы торы ат, айтылуы тор ат. Бұнда ы дыбысы қалып тұр. Ақ алтын жазылуы, айтылуы ақ алтын. Яғни қ дыбысы ғ дыбысына айналып тұр. Қарала сиыр. Бұл жазылуы, айтылуы қарала сиыр. Бұнда қарала дегенде бір а дыбысы қалып, қосылып, айтылып тұр. 48-ші жаттығу сөздердің қатесін түзетіп жаз. Жұмысшы, сенбеді, жауынгер, жарғабақ, ағылақ, алакел. Бұнда бұл айтылуыдағы сөздер. Енді қатесін түзеп жазатын болсақ, жазылуы болады. Олай болса, жұмысшы айтылуы, жазылуы жұмысшы. Сенбеді айтылуы, жазылуы сенбеді. М дыбысы н дыбысына айналып тұр. Жауынгер айтылуы, жазылуында жауынгер. Ың дыбысы н дыбысына айналып тұр. Жарғабақ жазылуы жарқабақ. Ғ дыбысы қ дыбысына айналып тұр. Ақ-лақ айтылуы, жазылуы ақ-лақ. Ғ дыбысы қ дыбысына айналып тұр. Ала кел айтылуы, жазылуы ала кел. Г дыбысы к дыбысына айналып тұр. 49-ші жаттығу берілген жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып, Арал теңізі тақырыбында монолог құра. Жоспар: бірінші Арал теңізі, екінші Арал теңізінің апатты аймаққа айналуы, үшінші Арал теңізін құтқару шаралары. Яғни осыны рет-ретімен жоспарды жазамыз. Әрі тірек сөздер: Арал теңізі мен апатты аймақ, қазір ғаламдық мәселе, буға айналу, аударылды, бұрынғыдай, су аз, айналдым, суалып қалды деген сөздерді қосып монолог жазамыз. Олай болса, кеттік. Монолог: мен Арал теңізімін, апатты аймаққа айналдым. Суларым буға айналып, азайып, суалып қалды. Қазір ғаламдық мәселе қозғалды. Мені бұрынғыдай қалпыма келтіру үшін қаржы аударылды. 50-ші жаттығу сөздерді айтылу мен жазылу бойынша бір-бірімен сәйкестендір. Олай болса, қарала, үңгір, жасса, көнбеді, келемекен, көккүл деген сөздерді сәйкестендіріп жазамыз. Қарала, яғни бұл айтылуы, жазылуы қара ала. Үңгір айтылуы, жазылуы үңгір.
Жазса бұл айтылуы, жазылуы жазса. Келемеке көнбеді бұл айтылуы, жазылуы көнбеді. Келемекен бұл айтылуы, жазылуы келеме екен. Көк күл бұл айтылуы, жазылуы көк гүл. Балалар, олай болса сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркелмегендер болса, подписацияны басып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Комментарийді сіздердің алғыстарыңызды күтемін.